зорланған қыздардың барлығы жәлеп болып кетеді деген рас па? Бұл деген қаншама қыздардың ішкі жанайқай шығар. 17 жыл бұрынғы зорланған әңгімені неге 17 жылдан кейін айттыңыз? Бүкіл халық жабылып маған аузыңды жап деп жатыр да. Бізде Өзімді кішкентай кінәладым. кезде бұндай әңгімелер даже запретный тема ғой. Басқа қыздар емес, именно сен дейді Неге да. сені зорлады Неге екен ба? сені именно зорлайды? Сен қыздай болып 17 жасыңда алған күйеуің қадіріңді білмесе енді сені кім керек қылады деген. Әлемге доказать етіп, ренжіп, өзіңді жаңағындай жертвить етіп, өле салдың, ал не болды? Өздерінің зорланған историясын айтады да. Мен өлгім келеді, мен ешкімге керек емеспін. Жан ханым, ақыл айтшы, маған кеңес берші дейді Не да. істеймін деп, Не иә? істеймін дейді да. Артынан сразу кеңес сұрайды. И мен соны ойланып отырып, осыны әшейін рилспен жеткізе алмайсың, оны әшейін Ашу сториспен керек, жеткізе алмайсың. иә. Бұл тақырыпты ашу керек, потому что көп қыздар не істеймін деп жүр да. Мен видео салған кезде аузыңды жап, тоқта деп айт. Наоборот, мне кажется, бұндай әңгімелер көбірек айтылу керек. Зорланғаннан кейін қыздарды қандай тағдыр күтеді? Зорланған, зорлық, зомбылық көрген қыздар ары қарай не істеу керек, одан қалай шығу керек? Зорланған қыздардың барлығы жәлеп болып кетеді деген рас па? Жалпы зорлану, зорлық деген тақырыппен сіз кетіп кеттіңіз, Жан ханым, иә? Именно сол видео 2 миллион просмотр болды, атып кеттіңіз. Жалпы ол жайлы айтпастан бұрын өзімізді таныстырып өтейік, бүгінгі подкаст таныстырып өтейік. Сәлем барлықтарыңызға. Мен Балжан Таңатар. Жалпы ағылшын экспертімін. 4 жыл бойы қазақ аудиториясына ағылшын тілін үйретіп жатқан маманмын. Қазақстанда аналогы жоқ Министори методикасының авторымын. 2 қыздың анасымын. 1 жыл бұрын ажырастым. Және де қазір өзімнің парақшамды шынайы оқиғаммен бөлісе отырып, коуч, мотиватор ретінде жүргізіп жүрмін. Мен есімім Арай Серікқызы. Мен 7 жыл тәжірибелі оратор, тренер, 13 мың шәкірттің ұстазы. Мен оратормын атты қазақ тілді практикалық кітаптың авторымын. Және де былай айтқанда коуч десем болады, саяхатшымын. 6 айлап жалғыз саяхаттап Бали, Малайзия, Мекке деген сияқты 1 айлап 2 айлап өз-өзіме ретрит жасап, өзіммен жұмыс жасап жүрген маман. Тамаша. Жаңа Сарай ханым айтып тұрсыз ғой, зорланған историяңызды айтып танымал болып кеттіңіз ғой деп. Негізі 4 жыл ағылшын эксперті болып мен ешкім танымай, қазір осы историямнан кейін бәрі танып кетті. Зорланған қыз деп. Зорланған қыз деп. И бүгінгі жалпы бұл подкасттың мақсаты да, жалпы аты да әйел үні деп аталады. Күшті. Осындай зорлық, зомбылық көрген қыздарға поддержка ретінде шынайы оқиғалармен бөлісіп, өз ойымызбен бөлісіп, ары қарай не істеу керек, тағдыр қандай болады деген секілді сұрақтарына жауап алса деймін. Иә, біздегі подкасттың мақсаты именно общий алатын болсақ, әйел үні деп бекер айтқан жоқпыз. Голос женщины, яғни зорлық көрген, зомбылық көрген, не болмаса өсу, даму үстінде жүрген әйелдерге поддержка беретін подкаст болады. Жан ханым екеумізден де бөлек эксперттер келетін болады. 3 адамдық, 4 адамдық деген сияқты, бірақ именно әйелдерге арналған. Ажырасудан кейінгі, зорлық көргеннен кейін не істерін, қалай бастарын білмей жүрген әйелдер болады. Зорланғаннан кейін қалай өзін көтеруге болады деген өзекті бүгінгі тақырып соны қамтиды. Бүгін біз сол тақырыпты қамтимыз Жан ханыммен бірге. Жалпы подкасттың тұрақты қонағы болыңыздар, бізді қолдап кетіңіздер, және де өздеріңіздің ойларыңызды болса жазып отырыңыздар. Давайте Жан ханым, мен мынадан бастайық. Дәстүр фильмін көрдіңіз, сіз жаңа соны айтқыңыз келді. Примерно басын содан бастадыңыз. Дәстүр фильмінен кейін сіз танымал болып кеттіңіз. Дәстүрдің артынан Жан ханым танымал болып кетті. Потому что ол кісіге зорлануды айтуға сол фильм себеп болды ма? Иә. Иә, вот осы қыста Дәстүр фильмі шыққан кезде, енді киноны көріп отырып, сондай бір сезім, как будто сол бұрынғы кезге өзім оралғандай болдым да. Бұл деген, мына кино бекерден бекер шыққан жоқ қой деген ой келді. Бұл деген қаншама қыздардың ішкі жанайқай шығар. Мен де бөліскім келеді деген, білмеймін, іштей сондай қалау пайда болды да. Сосын бөлістім. Өзімнің аудиторияма, сториста бөлістім. Сол кезде өте көп хат келді.
жалпы өзім таң қалдым негізі, мен ғана жалғыз, мен сондай шығармын, мен басқалардан басқашамын. Ну как бы өзіңді шектеп қоясың да, болды, Как мен будто дұрыс сіз ғана емеспін. зорланған сияқты чувство болды. Иә. Негізі андай ғой, подкастты бір жеңіл формат өткізейік, бір интервью форматы емес, сіз Мгм. екеуміздің бұл әңгімеміз, бірақ сырттан бақылаушылар болады, көретін адам Иә. көреді, алатын адамын алады деген сияқты. Жан ханым осыдан 17 жыл бұрын зорландыңыз, иә? Мгм. Бірақ 17 жыл бұрынғы зорланған әңгімені неге 17 жылдан кейін айттыңыз? Хайпа Мгм. хотели, да? Бәрі сөйтіп ойлайды ғой, Иә. мына қызға хайп керек болды деп. Жоқ, ол біріншіден осы күнге дейін мені бір шектеп жүрген ішкі жан айқайым, ішкі бір қазіргі сөз бар ғой, травма деген. Сондай нәрсе екенін мен сезіп жүрдім. Неге оны 17 жыл бұрын әке шешеңізге айтып бөліспедіңіз? Неге оны Мгм. именно қазір бөлісіп жатсыз? Менің білуімше, Жанхан, мен өзіңіз айттыңыз ғой, әке шешем именно сол подкасттан көрді дедіңіз. Иә. Иә. Енді қараңыз, мен уже қанша болды, ұзақ, қыстан бері, иә, осы әңгімені талқылап жатырмын. Бүкіл халық жабылып маған аузыңды жап деп жатыр да. Бүкіл Үндеме дей ма? комментарий, әйелі бар, ер азаматы бар, бәрі мені халық жауы секілді ше. Бұл тақырып тіпті әшейін менің айтқанымның өзіне комментарийда өте аузыңды жап, айтпа, бұл не деген нәрсе деген секілді. И ол кезде де қыз бала просто қорқады. Білмеймін, мен өзім мысалы қорықтым, өзімді, мені шектейді, маған ұрсады деген ой болды. Потому что бізде Өзімді кішкентай кінәладым. кезде бұндай әңгімелер даже запретный тема ғой бізде. Мгм. Яғни сексуал тәрбие тұрмақ, вообще ондай нәрсе айтуға болмайды. Телевизордан сүйіскен адамды көрсең көрме деп отыратын қарама. кезде, иә. Немесе үйіңде Иә. ажырасқан әйелді, туысқан әйелді осуждать етіп отырады, әңгіме қылып өсектеп отырады. Немесе ойбай, анау ажырасып Бірақ сіз кетті, сол анау кезде зорлап. 17 жастағы анам болдыңыз ғой, не үшін андай қандай қорқыныш болды Жан ханымда сол кезде? Сол кездегі жан қызда дейінші, кішкентай қызда, 17 жасар қызда қандай қорқыныш болды? И сізде қазір өзіңізде 2 қыз бар, Иә. подросток. Қараңыз, біздің қоғамда қыз Мгм. бала қыздығымен ғана құнды. Мгм. Мүмкін қазір жайлап жаңарып келе жатыр қоғам, бірақ біздің миымызға соны құйып тастаған. Сен Қыз болмасаң дұрыс жерге бармайсың, Иә. сен дұрыс емес адамсың, сен болды. Сен адам қатарына қосылмайсың. Сіз сонда қыз емес екеніңізді әке шешеңіз айтқыңыз келмеді ма сонда? Иә. То есть менің қыз емес екенімді ешкім білмеу керек. Ну, ол деген Это страшно. не от ваше желание болды ғой, ол сіздің қалауыңызбен болмады ғой. Мгм. Сізді былай айтқанда зорлады. Сіз подкастта айтқансыз, шыңғыртып тұрып зорлады. Мгм. Получается, бұл жерде ешқандай бір қалау болған жоқ. Мгм. Яғни түсінетін едім, егер бір жігітіңіз болып жүрген болып, қыз емес болсаңыз, да, это одно дело. Бұл жерден айтады ғой, сен өзің кінәлісің, сен нағып бардың, сен нағып шықтың, сен нағып бүйтіп киініп жүрдің, сен өзіңнің киінгеніңе қарай. То есть тіпті менің анам өзі мысалы 17 жылдан кейін естіді ғой, мысалы менің сторисымнан, иә, ана күні подкасттан сол кезде де неге сен басқа қыздар емес, именно сен дейді. Неге сені зорлады Неге дей ма? сені именно зорлайды. Сол кезде, то есть қыз бала ол өзін кінәлайды, оған қорған жоқ та, ол Даже бізді өзіміздің мамамыз обсуждать еткен кезде, сен уже сырттан не күтесің да. Ол сол кезде уже өзіңді ұмыттырып жібересің. Мен помню, сол моментте мен кәдімгідей температурам көтеріліп үйге қашып келе жатқанымда. И мен өзіме ұмыттырып жатырмын да, бұл нәрсе болған жоқ. Бұл нәрсе болған жоқ. Қараңыз, Жанхан, 17 жаста жарайды, сіз білмеймін да, бір зрелый, бір не болған шығар, может, жыныстық қатынас уже ол жақта нормально болып көрінген шығар еркектерге. Мен қазір есіме түсіп отыр, менде 7-ші сынып оқимын. Мен 2 жыл мектепке ерте барғанмын. Получается, мен 14 жасымда ғана, 12-14 жасымда, 13-14 сондай кезде ғана менің сестрамның класстасы бар, или одан 1 жас үлкен ба, 90-шы жылғы бір бала бейіт басында апарып түнде, қыс кезінде. И то, что хорошо, бейіт басы болған адамдар өтті да, бірақ сол кезде мен помню, сен Қытайдан келген оралмансың, бойың ілмейіп, сен кімге керексің, лучше мен саған тиісейін. И қазір ана сөзді қараймын да, бірақ мен де ойлап отырмын, оказывается, бізге ондай нәрсе вообще айтуға болмайды екен. Хотя ол зіңгіттей еркек, мен мысалға, ол менен 6-7 жас үлкен, қанша 5-6 сынып үлкен, жоғары сынып үлкен адам келіп тиісті. И қарасаңыз, бізде жаңа көп қой айтқыштар да, ол қыз сөйтті, өзі жабысты деген. 7-ші класста оқитын қыз кімге не жабысады? Тем более мысалы маған да жазатын, мысалы сен бүйтіп киініп жүрсең,
сен тағы да барып И зорлайды получается бізде зорлаған адам кінәлі емес, тиіскен адам кінәлі емес, именно зорланған қызды кінәлі көреді да. И ол шынымен де бізде, енді қараңыздар, оны 17 жылдан кейін айтып жатырсыз. Айтып жатқан момент сізде қазір прям айтқанда популярность әкелді дейін, иә. Сізге именно қарасаңыз сол моменттерден өту арқылы енді оның бәрін алып тастайық. Бірақ Жан ханым, біз қазір айтып жатырмыз ғой, именно зорланған, зомбылық көрген қыздарға поддержка мақсатында бүгінгі подкасттың несі. Яғни Жан ханымға сол зорлықтан кейін, сол жаңағы зорланғаннан кейін қандай рост болды? Қараңыз, мынандай ғой, жаңағы популярный болып кеттіңіз деп отырсыз ғой. Бұл жерде мақсат жалпы даже популярный болам деп сенің ойыңа да келмейді ғой, мен зорлықты айтатын болсам популярный болам дегенше. Иә. Как бы просто ішкі желание қыздардың жан айқайын мен шығарайыншы, мен айтайыншы деген болды. Бірақ өте ауыр болды, шын айтамын. Мен кәдімгідей 5 күн ұйықтамаған шығармын. Помнишь, маған звондадыңыз еще. Мені зорланған қыз деп танып кететін болды, Райханым деп, иә. Күнде жылап, ата-анам қалай қабылдайды бұны, ел не дейді енді деген секілді ше. Бірақ бұл кейін өте көп хат келген кезде мен түсіндім, даже ер жігіттер жазып жатыр ғой. Кәдімгі ер балаларды да зорлық көрген, кәдімгі зорлаған. И сол кезде түсініп отырмын да, бұл үлкен біздің қоғамның дерті екен да. И оны сен батылдық танытып айтылғанның өзі керемет. И окей, ол айтудан бөлек. Көп қыздар мысалы зорланғаннан кейін өздерін, айттым ғой, адам қатарына санамай, олар либо жаман жолға салынады, жаңағы зорланған қыздар жәлеп болып кетеді. Олар әдейі жаңағыдай ашумен болуы мүмкін. То есть либо сондай жаман жолға салынады, либо ол өзінің арман мақсаттарын оятып, то есть егер шынымен де кейбіреулер даже өзіне қол жұмсайды. Дәстүр фильміндегі секілді өзіне қол жұмсайды. То есть әлемге доказать етіп, ренжіп, өзіңді жаңағындай жертвить етіп, өле салдың, ал не болды? Или бардың да желеп болып кеттің, ал не болды? То есть мен қалай проживать еттім? Мен просто жаңағы амбицияны өсірдім, мен өмір сүргім келді, мен әдемі өмірді көргім келді, әлем шарлағым келді. То есть как бы кішкентай ғана мүмкіндіктің өзін ұстап алып, мысалы ағылшын тілінің мықты маманы болам, ағылшынша еркін сөйлейтін болам, әлем шарлайтын болам деген секілді. То есть мына нәрсенің барлығын окей ұмыттырып жібердім, бірақ мен онымен өмір сүрген жоқпын да. Мен больше өзімді өсірумен, кәдімгі адам ретінде өмірді сүрумен эскорт болып кеткен жоқсыз ба? Эскорт болып кеткен жоқсыз. Ваша фигура позволяет, например, сондай адамдар бар жазатын ше. Ақшаны солай тауып жүр деген сияқты. Сіз ашық киінесіз, иә? Қазір ғой подкастта күшті отқаныңызда, но на самом деле өмірде ашық киінесіз. Сізге айтады. High heels билеймін. Иә, ақшаны қайдан табасыз деген сияқты ше. Но шынымен бұл жай миф әңгімелер ғой, бірақ мынандай нәрсе ғой. Бұл подкастта біз айтқымыз келгені поддержка қайдан болды сізге, өзіңізден болды ма бірінші очередте? Вот. Поддержка өзімнен, ішкі опора деген сөзді кейін түсінеміз ғой. Ата-анаға айтпадыңыз, ешкімге айтпадыңыз. Кішкентай бір өзіңіздің арманыңызға жабысып алдыңыз да сонымен жүрдіңіз, иә? И мен мысалы маған қыздар жазады, мысалы өздерінің зорланған историясын айтады да. Мен өлгім келеді, мен ешкімге керек емеспін. Жан ханым, ақыл айтшы, маған кеңес берші дейді да. Не істеймін дейді да. Артынан сразу кеңес сұрайды. И мен соны ойланып отырып, осыны әшейін рилспен жеткізе алмайсың, оны әшейін сториспен жеткізе алмайсың. Бұл тақырыпты ашу керек, потому что көп қыздар не істеймін деп жүр да, өзін шектеп. И мен ойландым, ал мен не істедім, мен қалай проживать еттім бұл моментті? Сол кезде мен просто, оказывается, фокусты өзіме қойдым. Енді қараңызшы, Жан ханым, сіз сияқты жігер мықты қыздар көп жоқ айтқанда, тем более моменте зорлаған кезде жылап барып, ол қыздар өзін суицид жасауы мүмкін. Жылап барып, олар барып, білмеймін да, соттасып, не болмаса соттан жеңбей, тағы да травма болуы мүмкін да. И ата-аналар оны жауып салуы мүмкін. Мына жерде бұл бір ғана тарапты нәрсе емес қой. Ол өзі сүміреп жүрген қыз болса, ол одан арман оны басып тастайды. Мына жерде зорланғанға дейін де қыздарға мына нәрсені үйрету керек сияқты. Бірінші очередте, былай айтқанда, екі бұттың ортасын бірінші орынға қоймауды.
ата ана содан бастау керек сияқты. Мгм. Өйткені бізде шынымен ғой, қыз болсаң күшті жерге барасың, бір жеріңді тый, вообще бізге ақыл, жаңағындай өс, өн, Білім деген әңгіме білім, айтылмайды саналы ғой. бол деп айтпайды да. Екі бұтыңа ие бол, сондай да сонда. И сенің бүкіл фокусың, бүкіл өміріңнің мәні сенің, былай айтқанда, біздің қазақтың еркектері болсын 70%, қазақтың мамалары болсын бұрынғы недегі, біз 70% бұттың арасымен өмір сүреміз. Иә, и Важно сен сол жерде. одан басқа сен құнды емессің. Иә. Сен біреуге тәуелдісің. Либо сен олай болмаса сен дұрыс күйеуге тимейсің. Или былай дейді тіпті балаң болмаса сен дұрыс емес әйелсің. Ажырассаң да сен дұрыс емес әйелсің. Қыз емес болып үйленсең де сен ертең бетіңе басады, сен дұрыс емес әйелсің. И әйел адам өзін іштей жей береді да. Мен мына жерде дұрыс емеспін, мына жерде дұрыс емеспін. Получается, әйел сыртпен ғана құнды деп береді ғой. Қазір айтып отырсыз, есіме түсіп отыр да. Например, 4 жыл бұрын 2020-да мен ажырасамын деген кезде мамама барамын ғой бірінші. Сен қыздай болып 17 жасыңда алған күйеуің қадіріңді білмесе, енді сені кім керек қылады деген нәрсе. Енді ол кісіге оның ұрпақтан ұрпаққа таралып келе жатқан сөзі ғой, например, ол оны жай айта салуы мүмкін да, бірақ ол больно да. И сен түсінесің, сонда мен ешкімге керек емеспін ба? Мен только сонымен ғана ма? И сен некелескен, жарайды сіздің жағдай зорланғанда, мен некелескен, өзіңнің күйеуің, и сен сонымен жағдай болып ажырасып жатырсың да, андайшы. И сол кезде не істейді саған? Сен тек сонымен құнсыз. Сенің білімің, сенің өсіп жатқаның, жаңағы өзіңе еңбектеніп жатқаның құнсыз да. И сен именно сондай нәрсеге барасың. И сол кезде мен примерно, может, содан кейін шығар, мама папамның үйінен барып ажырасам, не білмей сендер жаққа барып тұрам деген нәрсе жоқ та. Потому что сен түсінесің уже, яғни олар да оған кінәлі емес. Во-первых, жаңа айттым ғой, бұл атадан бабаға келе жатқан бір сөз. Тәрбиесі. Иә, тәрбиелі сөз. Но ол сөздері. бізден бітуге болады. Например, сіздің екі қызыңызға бұл нәрсе айтылмауға болады. Осы жерде ана есіме түсіп отыр, қараш. Бір видео көрдім. 4 стакан қойып қойған. Сосын қап-қара кір су. Апасы, мамасы сенсің, сосын сенің балаң дейді да. И апаң мамаңа ол кір нәрсені суды құяды. Сол установканың бәрін құяды. Мамаң саған құяды. Енді сен бұл жерде шешім қабылдайтын. Сол кір суды өзіңнің балаңа құясың ба, әлде сол суды тазалап, таза су құясың ба деген секілді ше. Либо по возможности оған өз суын өзі құюына мүмкіндік бересің ба деген нәрсе ше. Яғни бізде мысалға мамама қазір ренжіп айтсам, біздің көргеніміз сол болды ғой дейді. Ол шынымен дұрыс, біз білмедік, көргеніміз сол болды деген. Получается, бізде бұрынғы заманнан бері жауапкершілікті сыртқа ысыруды әйел өзіне пана бола алмайды, әйел қорған бола алмайды, әйел сондай, әйел ондай дейді да, оның бүкіл қорғаны бала шағасы күйеу дейді. Иә, ол дұрыс, сен отбасылы болу керексің, бірақ әйелден жауапкершілікті алып тастаған сияқты. Сол үшін әйелдер құнсыз болып қалатын сияқты. Әйел жауапкершіліктен қашады. Ажырассам бітіп қалам, балам жоқ болса сөйтіп қалам, жаңағы қыз болмасам бүйтіп қалам. Яғни мен өзім құнды емеспін. Өзім құнды емеспін. Яғни ер адам мені баламен бір жерім болған үшін ғана емес, ең бірінші очередьте мені саналы түрде жақсы көріп алды ғой. Яғни сана деңгейінде деген нәрсе бізде талқыланбайтын да сияқты ше. И оны біз шешпейміз ғой, бірақ қыздарға қазір біз зорланғанға дейін болмасын, қандай бір проблеманың алдында болмасын, біз осы Жанханның жігерін, сіздегі жігерді үйрету керек сияқты. Менің ойымша подросток болады уже бала. Ол бала болсын, қыз бала болсын. Білмеймін, қалай сөйлеседі. Қызымен де сөйлесу керек, ұлымен де сөйлесу керек. Мысалы, міне жақында ғана жаңалық шығып жатыр. 16-17 жасар 3 бала 5 жасар қызды зорлаған. То есть ана 16 жасар балаға, ол балаға үйде әкесі сөйлеспеген, мамасы сөйлеспеген. Сен өзің сөйлесе алмасаң, онда психологқа апар. Неге мысалы шетелдіктерде шектеу жоқ? Шетелдіктер бұндай нәрсеге дико қарамайды. Оларға это нормально. Жоқ, даже мысалы сіз айтып отырсыз ғой, жаңа мен видео салған кезде аузыңды жап, тоқта деп айтты. Наоборот, мне кажется, бұндай әңгімелер көбірек айтылу керек. ТикТокта не бір болмай қалған видеолар толып тұрады да, бірақ именно осындай сексуалды тәрбиеге қатысты болсын да, бізде даже интим тренер, интимдік гимнастика деген кәдімгі ғылым ғой, ой мыналар жәлептер деп шығады ғой. Яғни бұл нәрселер көбірек айтқан сайын қыз балалар болсын, ер балаларда сауаттылық пайда болады. А бізде ол әңгіме айтылмау керек. Как будто вообще ол әңгіме айтылмаса өзіне шешіліп кететін сияқты. Мен неге жаңа айтып жатырмын, үйдегі ұл бала мен қыз бала сөйлес деп. Маған келген хаттардың әрине өте ауыр, бірақ 60% десем қателеспеймін. Үйдегі өзінің ағасы зорлаған. Өзінің туған ағасы, өзінің дядясы, папасының досы үйінде келіп ақ
мысалы бір әйел адам жазып жатыр да, Жанханым, мен не істеймін енді, жүрегім жарылып бара жатыр, менің 12 жасар қызымды үйге келіп жүрген, қонаққа келіп жүрген жаңағы Бауыры. туысқан бауыры зорлап кетті осы 1 жыл бойы деп. Үйінде. Бұның барлығы аузыңды жап, тыныш жүр дегенмен ол қыз бала да сырттан көрмеген ғой жаңағында. Именно сол бала, жаңа біз айтқан видеолар көре берсе, ол қыз бала понимает, что ол нәрсе дұрыс емес, и оны айтса ешқандай күнә болмайды, и это нормально екен ше. А бізде айтылмағаннан, талқыланбағаннан кейін аузын жауып жүру керек та. Соны енді әйелдер де жазады ғой көбінесе, мұның не болды енді, бекер айттың, бұндайды айтпау керек деп ше. Сосын мен жауап беремін да, айта берем. Әйелін жау, әйел деген негізі келісім келмейді, бірақ шынымен де болады жаңағыдай бір санасы төмен әйелдер болады да, аузыңды жауып сөйлеме, как будто балалар соны көріп тәрбиеледі, тәрбие алады деген сияқты. Или негізгі моральды түсініп тұрған жоқ, ана жерде сенің айтып жатқан. Олар болды, мен зорландым деген сөзді ғана естиді да, андай триггерный сөз дейді ғой, мен зорладым, шыңғыртып зорлады дегенді. Болды. И соны мынауың не енді ұят емес па? Соны мақтан қылып айтып жатырсың ба? Ал ар жағындағы оны смыслы, мен не үшін айтып жатырмын? Мысалы, мен осындай историялар айтқан кезде маған қыздар жазады, Жанханым, менің жан айқайымды айтып жатырсыз. Себебі әйелдер айта алмайды. Қазір аузыңды жап деген ол кәдімгідей біздің қоғамда ұят деген, елдің сөзі деген нәрсе өте қорқынышты, бәрі қорқады содан, елдің сөзінен. И өздері айта алмайды, іштен күйеді. И мен мысалы соны айтқанда, менің ішімдегі жан айқайымды айтып жатырсыз, типа жаным кіріп қалды деп ше. Соны айту смелость. Даже қазір біз мысалы әйел үні подкаст сіздің инициативамен шығып жатыр ғой, мысалға бірге жүргізіп жатырмыз, бірақ на самом деле бұл сіздің жігер болғаннан кейін айтылып жатыр да. И сіз жігер болғаннан кейін сіз жайлап болып кеткен жоқсыз, эскорт болып кеткен жоқсыз, не болмаса өзіңіз тастап жүрген жоқсыз. Осы жігер қыз балаларға керек болу үшін мен Жанханды танимын ғой, ол кісінің семьясында бір керемет семьяда өскен жоқ. Ол кісі үйдің үлкені, бір шіренген, андай бір не жеймін не киемін дегенде өмір сүрген жоқ та. Былай айтқанда айтуы мүмкін да, бұл кісі оқыған, тоқыған, бұл кісіде бәрі бар, сосын сөйтіп кетті. На самом деле бұл кісінің тағдыры андай ғой, папасы ішіп жүрген, мамасы жаңағындай үйдің үлкені, бұл кісіге ересек адам ретінде қарайды, бала жоқ, бала образында Жанханым жоқ та, но бірақ соның өзінде де ол жігері болды. Яғни қазір бізде көріп жатқан жертва қыздар шығуы мүмкін, жертва әйелдер шығуы мүмкін. Мыналар өздері оқып тоқып алып, қарашы ақыл беріп жатқан деген сияқты ше. Негізі, сен не айтсаң да, не кисең де міндетті түрде бір мін табылады. Біз мысалы біздің мына подкастымызда қарап отырып айтуға сіз сол кезде ештеңең жоқ болды ғой, қазір ойлауы мүмкін да, бұның бәрі бар, подписчигі бар, білмеймін да, ақша тауып жатыр, ағылшын эксперті болып шетелге шығып жатыр, оған айту оңай. Ал именно қазір жағдайы жоқ қыздар зорланды, не істейді ол? Вот мен айтқым келетіні, бірінші сен бар да айт уже, ата-анаңа айт ең бірінші. Мысалы, опять же сол хаттарда мен мамама айттым, ей қой тыныш, бір жерің не істеп қалған жоқ, аяқ қолың сау болды, үндеме, ұят болады деп ауыздарын жауып қояды екен де қыздарының. Окей, сені қолдамады, мамаң қолдамады делік. Енді сен мені қолдамады екен деп өміріңе балта шабасың ба? Сен қазір онда бір кішкентай мүмкіндік болса да, екі бұтыңның ортасынан да жоғары важностьтың бар екенін түсіну керек деген нәрсені қыздарға қою керек сияқты. Яғни Жанханымды алып шыққан арманы болды, мақсаты болды. Получается, ол сізге ол моментте өте важный нәрсе болды, чем сіздің зорланғаныңыздан қарағанда. Яғни қазақтың құйып саған, сен енді қыз болмаса ешкім керек емессің деген нәрседен де сізде выше арман болды, мақсат болды. Түгіңіз жоқ болса да 17 жасыңыз арман мен мақсатыңыз болды. Енді осы жайлы қыздарға айтыңызшы, ол түк жоқ болса да қалай арман мақсат алып шығады бізді вообще? Қалай арман алып шығады? Алып шығады. Вообще ештеңесі жоқ. Ол моментте сізде даже сізді зорлап кетті. Енді оқуға түсіп жатырсыз да. Как это вообще? Қалай шықты? Айтып тұрмын ғой, өмірге деген махаббат, өмір сүргім келді. Қыздарға получается өздеріңді өмірді жақсы көруді үйреніңдер. Өзіңді, өмірді сүю, әдемі өмір сүруге болатынына сену. Енді оның барлығы өзіңе деген махаббаттан басталады ғой. Мысалы, өзін сүймесе адам не басталады? Өзін деген сенімсіздік басталады. Өзін деген чувство вины бар. Өзін шектейді. Өзін, то есть баса береді. Ондай өзін басқан адамда позитивный эмоция жоқ қой, ол энергия жоқ қой. Ал айтамыз ғой, біз энергия деген ол ең мықты ресурс. Себебі сен қандай мықты, талантты адам болсаң да, білімді адам болсаң да, сенде энергия болмаса сен түк істегің келмейді.
Мысалы талантты бірақ неудачниктер көп та, білімді бірақ кедей адамдар көп та. Сондықтан да менің ойымша Марғұлан Сейсенбайдың осы сөзін жақсы көремін, всегда айтып жүремін. Не важно, умный ты или нет, важно быть уверенным дейді да. И мне кажется, менде просто сондай уверенность болды. И мен өзімді жақсы көремін, мен өзімді алып шығуым керекпін. И осы жерде даже андай сияқты адамның ештеңе жоқ кісіде ашу ыза болған сияқты міне. Андай дәлелдеу деген. Иә, басында дәлелдеу болды. Ашу ыза дәлелдеу деген нәрсе. И это сізде жақсы жұмыс жасап кетті. В вашем случае бізде айтады дәлелдеумен істемеңдер дейді да. Кей кезде адамға осы нәрсе көмектеседі. Негізі ол көмектеседі. Өте қатты көмектеседі. Если по-хорошему Конечно, қолдансаң. реализацияға қолдансаң. То есть мен сендерге көрсетемін, мен қандай мықты екенімді. То есть мені таптауға болмайды. Мен де қатардағы әйелдердің бірімін, мен де құндымын дегенді сен көрсеткің келеді, дәлелдегің келеді, и сен соны реализацияға салған кезде ол энергия ғой, тылсым күш қой іштегі. Ол сондай реализацияға кеткен кезде сен тез өсесің да. Иә. Но в моем случае ол в конце болезненный болып қалды да. Енді сен дәлелдеп уже шаршайсың. Ол экологичный Нет, жол емес. мынандай жерде мысалға суицид жасағаннан жақсы ғой. Суицид жасағаннан жақсы, барып жәлеп болып кеткеннен жақсы, эскорт болып кеткеннен жақсы да. Яғни бұл нәрсенің бізде андай ғой, сөйтпеңдер, бүйтпеңдер дегенде ортасындағы баланс тауып алу керек сияқты. Сен жәлеп болып кеткеннен, өзіңді сатып жібергеннен, өзің лақтырып жібергеннен, білмеймін, суицид жасағаннан гөрі, сол моменте я вам покажу, докажу, что мен одан да құндымын деген нәрсе адамның ішінде жігер болу керек та, сондайшы. Одан кейін барып сізге қазір жеңіл прорабатываться мысалға да, енді ол нәрсе өтті. Егер сол моменте мен қазір прорабатывать етуім керек дейтін болсаңыз, сіз годами жүретін едіңіз. Ол нәрсе бір уақытында болмайды. Сол үшін де негізі самый хороший нәрсе это баланс ұстау ғой. Мысалға сізде это қатты кеткен жоқ, сіз уже вовремя білдіңіз, что дәлелдеумен кетіп бара жатсыз, енді надо стоп. Енді надо по-хорошему. Ол дәлелдеумен кетіп бара жатқанда қай кезде сезесің, когда саған уже жеткен жетістігің дәмсіз болады. Мысалы, жаңа эмоцияны проживать етіп болдыңыз ғой. Иә, проживать етіп боласың, еще енді сен оны шынайы қалап жасамадың, дәлелдеймін деп қалап жасағаннан кейін, ол саған бір махаббат, бір счастье дейді, жаңағы бақыт сыйламайтынын түсінесің да. И сол кезде басталады уже өмірдің мәні, жанның тыныштығын табу деген нәрсе. Немесе орысша айтқанда созидать, служить уже. Потребностьтер жабу емес. И даже сіздің случайда қарап отырмын да, Опра Уинфридің өзі, білесіз ғой, Опра Уинфридің өзі әлемдегі ең алғашқы қара нәсілді жалғыз миллионер болған, бірінші алғашқы миллиардер болған әйел да. Мен де айтамын ғой, менің историям тура Опра Уинфри. Вот сондай да. Яғни оны 9 жасына дейін өзінің кузинасы деді ма, кузинаға сорлап келген деді. Содан 2 қабат болып қалған. Ол баласын жаңағындай туған кезде де өлі туғанда, бірақ ойлаңыз 9-11 жасар қыз сондай болған. Бірақ қазір ол әлемдегі, ол всегда оның тарихында айтады сол историясын. Әлі күнге айтады. Әлі күнге айтады ол историясын. Получается, кейбір қыздарда оның өсу жолында сол тағдырында сондай нәрсе болады. И бұл нәрсе тағы бір айтатын нәрсе, зорландың ба, ештеңені өзгерте алмайсың ары қарай. Қыздығыңды қайтып әкеліп бермейді саған ешкім. Не болмаса ана жігіт келіп мә деп саған істесе де өзгермейді, ол сенен 1000 рет кешірім сұраса да, обстоятельства өзгермейді. Яғни қабылдау. Болар іс болды. Болар іс болған қабылдау. И ары қарай бір нәрсеге ұстап алуда, ары қарай маған дальше что надо делать. Бірақ енді қараңыз, көп қыздар окей, әртүрлі ситуация, біреулер ол жігітті ұстады, түрмеге қамады ма білмеймін, бір көп қыздар мысалы айтпады, сол күйі қалды, бірақ дальше жаңағы ішінен жеу деген ол өкінішті болды. Анау ситуацияны жібермейді, қабылдай алмайды. Өкініш, өзіне деген жиіркеніш, өзін құнсыздандыру. И менің айтқым келетіні, қыздар болды сол моментте, осылай болып қалды. Сонда сол числоларды проживать еттіңіз ба? Өкініш, өзіңізді құнсыздандыру. Мысалы, менде қанша уақыт өмір сүрдіңіз сол 30 жасыма дейін менде өзімді второсортныямын деп ішімнен айтып жүретінмін. То есть сондай сезім болатын. Сіз еще алғашқы тұрмысқа шыққан кезде сіздің күйеуіңіз ол бұрын ажырасқан болды. То есть бұл қайдан келді, көрдіңіз ба? Бұл да өзімді құнсыздандырғаннан кейін мен ажырасқан күйеуге тие саламын. Кім қабылдайды? Қайта жасыңыз 18-19-да ғана. Өзім 19-дамын. Әйтеуір қасымда маған үндемейтін біреу болса болды. То есть мен оның ештеңкесіне қараған жоқпын да. Бұл неден пайда болды? Бұл өзімді құнсыздандырудан, өзіме деген сенімсіздіктен.
получается мынаны түсіндіргім келеді да, что Жан ханымның историясында чудо болған жоқ. Она проживала ол нәрсені, иә, второсортный болып ойланып тура солай тұрмысқа да шықты. Но ол кісінің таңдауында, Жан ханымның қазіргі таңдауында жылап отыру деген нәрсе болған жоқ. Жертва болып жылап отыру, самый популярный сөз ғой жертва болу деген ше. Ол қабылдады, что сондай екенін, бірақ өзін қазір қарасаңыз, да, сізді біз әдеттегі бір адам зорландым десе танымауы мүмкін еді да, ағылшын эксперті болып жүріп, күшті өмірді көрсетіп жүріп, ең соңында келген кезде зорланды десе, елдің бәріне күшті ғой, выгодный нәрсе. Оказывается, бұл деген зорланып, қыз емес болып сөйтіпті ғой деген нәрсе. Уже андай бір нәрсені ұстап алды да, сол жерден келді да. Иә. А до этого сізде бәрі күшті еді ғой. Вы же показывали сильную женщину, прям успешную женщину көрсетіп жүрдіңіз да. И осы жерде қыздарға айту керек сияқты, что оны проживать ететін уақыт көп болады. Яғни сізде мысалға вау күшті болып сразу күшті кеткен жоқсыз ғой, сильная болып кеткен жоқсыз да сразу. Конечно, мен қаншама психологқа бардым. Иә, осында айтып 2021-ден бастап мен 22 жыл мен психологтың табалдырығын тоздырған шығармын. Түрлі кітаптар оқыдым, именно вот лучший версиямды табу, ана ішкі жан дүниеңді тынышталдыру деген секілді. Потому что вообще происходит деген чувство бола беретін менде. Я менің өмірім не болып бара жатыр, не болып кетті, түсініксіз. И оның барлығы просто сыртқа шығып атты да, андай ішкі эмоциялар ше. Получается, мен оны сториста айтқан жоқ парақшамда, бірақ мен оның барлығын проживать етіп аттым ғой. Қаншама жылаған түндер болды жастықта деген секілді. Ол қазір ғой енді жаңағындай, как бы шынайы айту уже маған халыққа жеңіл болып жатыр да. Потому что сіз сонша психологтармен жұмыс жасағаннан кейін мынаны түсіндіру керек та, что бұл кісі қазір күшті болып кеткеннен кейін айтып жатқан жоқ. Сонша психологтарға барды, өзімен емделді, жұмысын жасады, сосын барып вам легче уже оны айту. Мына жерде бір иллюзияларды алып тастау керек та, что бұл кісіде сразу чудо болып кетті, келді да, сондай бола салды деген нәрсе емес. Да, бұл кісі Жан ханымда қиналды, Жан ханымда проживать етті, Жан ханымда второстепенным деп ойлады 30 жасына шейін да. Но ол сонымен қоса өзін іздеді, зерттеді, өсті, дамыды, получается, параллельно жүрді, яғни баланс болды. Бұл кісіге можно было и выбирать, да, былай айтқанда, мен бітті, енді даже андай да, осымен бітті, мен күйеуімнің қасында отырайын, осыған рахмет, мен қыздай болмаса да алғанына деген сияқты ше. Иә. И соның жаңағы жұмыс жасамаса да, ақша таппаса да соның қасынан жүре беретін еді. Рахмет, мен қыздай болмаса алғанына. Яғни получается, бұл жердегі нәрсе баланс болып жүрді. Да, когда хотели страдать, вы страдали. Когда хотели плакать, вы плакали деген нәрсе ғой. Яғни күшті болып кет дегенде біз не бермеу керекпіз да. Айтқанда ше, сен всегда күшті болып жүруің керек, давай емес, это құр мотивация болып қалады да. Жан ханым жылады ма, қайғырды ма, сол моменттерде бөлісу керек. И ол всегда параллельно жүрді ғой, ол құбылыс нормально ғой. То есть сенің өзіңнің басқа чувстволарыңды да ұмытпа деген нәрсе ғой. Бұл жерде іштегі эмоция шықпаса. Яғни чудо күшті позитивпен ғана жүрмейді ғой ол нәрсе ше. Вот енді мысалы мен де коуч, мотиватор деп қазір өзімді позиционирую, иә. Бірақ в то же время осындай историялар айтылады. Сол үшін де, мне кажется, көп адамдар триггерить етіп отыр да. Себебі мотивация деген ол только анандай ойбай тұр орныңнан, бәрі күшті, өміріміз тамаша емес. Мотивация деген, что сен қандай да бір дноға түсесің, сенің өмірің қиын сәттер болады, и сен сол қиын сәттен сенде екі шешім бар. Либо сен сол жерде қаласың, либо тұрасың да, қандай да бір әрекет жасап, бір күшіңді жинап, жаңағы арман мақсаттарыңа қарай бір әрекеттеріңді жасайсың. Или жаңағы больно ма, соны емдейсің, ішіңдегі жараңды емдейсің. Даже жылап жүріп істей бер, надо будет жыла да, отыр да, но есіңді жүйіп жұмысын жаса деген нәрсе ғой, андай. 2 күн жылап аламыз да, сосын барып жасай береміз ғой. Бұл жерде даже қанға сынып қалған нәрсе ғой, жылап отырып жата береді, оны аяйды кеп деген сияқты. Сол нәрсеге аяғанға үйреніп алады да, ары қарай уже дноға түсіп кетеді, потом уже сырттығын әлейді. И сөйтіп Жан ханым сияқты бір успешный болған адам соны айтып атса, уже тоже триггерить етеді, потому что когда-то может олар басқа жол таңдап кетті деген сияқты. И всегда не поздно. Негізі бар ғой, рас, кімді осуждать етесің, кімді айыптайсың, сол адам өзіңе қайтып келеді. Құдайға қалай десең, қалай деп сұрасаң, вот былай деп айтады, иә. Деген секілді. Мен алдында жаңағы историям шыққан кезде анам айтып жатырмын ғой, енді міне сенің қызың да ажырасты. Кезінде помню, мен енді тұрмыстамын, сол кезде анам ауылда осылай дейді,
қасымыздағы жұмыстағы бір кісінің баласы үйленген ажырасқан әйелмен жүріп жүр екен, ана қыз деген ажырасқан деп айдаладағы біреудің қызын осуждать етіп отыр да. Сол кезде мен жаман болып қалдым, ішімде енді ажырасса не болыпты енді, блин, ажырасса да әйелі кінәлі ма? Мүмкін еркек ұрған шығар, или мүмкін екеуі шешім қабылдады да ажырасамыз деп. И мен айтамын, анашым сөйтіп осуждать етіп едіңіз ғой. Вот сенің қызың да ажырасып келіп отыр. Типа не надо в этой жизни никого осуждать. Сүрінгенмен бүлінгенге күлмей, сен де тұр, мен де тұрмын кезекте деген сияқты. Тура сондай нәрсе ғой андайшы. Но как бы бізде қарасаңыз, осы ішінде мама папамыз жек көріп кетуге болмайды ғой. Әрине. Иә. Әрине, олар Да. өздерінің эмоцияларын шығаруға құқылы, өз ойларынша. Но мынандай нәрсе ғой. Мама папамызға ренжуге болмайды. И мынандай нәрсе келеді да. Әр адамға қателесуге разрешение беру керек сияқты. Бала ата-анаға, ата-ана баласына. Яғни бізде осы нәрседен алшақтағысы келеді да. Сен қателеспе, мен де қателеспеймін. Сен сөйтпе, мен де бүйтпеймін. Андай мамалар өздері андай қиналса да, таяқ жесе де күйеуімен отырады да, былай айтқанда бәрін көреді ғой. И олар да шыдады, қазір күшті өмір сүріп жатыр да. Но сенен де соны талап еткісі келеді да. Яғни сенің де өзің тағдырың бар, сен оны өзің қалағандай өмір сүре аласың. Я тебе доверяю деген чувство жоқ та. Яғни басқарғысы келеді. Яғни бізде мысалға бала да ата-анаға, қазір біз де айтып отырмыз, бізде оларға ренжуге не имеет права. И олар да бізге не имеет права былай сүру керексіңдер деген сияқты. Яғни біз уже ересек адамдармыз, өз балаларымыз бар. Яғни екі жақта бір-біріне қателесуге мүмкіндік берген кезде, өз опыттарын алуға мүмкіндік берген кезде, әр адам ешкімге ренжімей өз опытын проживать ететін сияқты. Иә. Вот сол кезде жаңағы ел не дейді, мамам не дейді, ұят болады деген нәрсе барлығы жайлап жойылатын секілді. Мысалы мен де қыздарыма бүйтіп отырмын ғой. Қызым, мен мамадан бөлек адаммын. Менің өзімнің әке шешем бар, мен олардың қызымын. Мен де қателесем. Мен де жылауға құқылымын. Мен де эмоцияларымды ашулануға құқылымын. Сондықтан сендер маған плюс адам ретінде де қараңдар. И сендер де, то есть әр түрлі этаптан өтесіңдер. Мысалы, жасөспірім боласың, сосын ересек боласың. Сондықтан сен әр этапта сен өзіңнің жасайтын қателігің болады, өзіңнің опытың болады, өз тағдырың болады. Деп, мысалы, мен қазір олармен ересек адаммен сөйлескен секілді әңгімелер айтамын да. Негізі біздің осы опыттар ғой, қазіргі балаларымызбен сөйтіп сөйлестіріп жатқанша, қазіргі моменттер бар. Но кажется страдает на 99-дан былай қараса 98, 97, 96-дан дайшы. 90-шы жылғылар қазір революция жасайды деп. Иә, қиын. И 30-ға келгенде мен кім болам өскенде деп отқан қаншама адамдар бар да, дайшы. Потому что 30-ға келгенше ата-анасы қадағалап жүрді. Еркектер болсын, әйелдер болсын да, сосын жүреді 30-дан кейін. Мен кім болам, қайда барам, не істеймін деген сияқты. Бұл зорлықтан кейін шыққан нәрсе, потому что қыздарда зорлықтан кейін қалай өмір сүремін деген нәрсе жоқ. Идеалды өмір бітіп қалды ғой. Ол қыз 18-ге шейін жүреді, қыз болып, күшті болып, сосын тұрмысқа шығады күшті болып, сосын баласын туады күшті болады. Яғни ортада бұзылып қалды. Не үшін жаңа суицид болады? Потому что идеальный ветка бітіп қалды да, сынып қалды. Ары қарай дальше видение жоқ та ол адамдар. Сол үшін де ана нәрсені алып тастау керек. Идеальный ветка деген жоқ. Сенің ата-бабаң сөйтті ма, бірақ сен оны үйтуге сен құқылысың. У тебя есть право өз өміріңді сүруге деген нәрсе. Өз сценарийді, өз өміріңнің сценарийін негізі өзің жазаласың деген нәрсе. Қазіргі суицид болсын, депрессия болсын, бір какой-то веткадан кетіп қалған кезде болады да. Яғни бір ата-бабамыз салып берген веткадан кетіп қалдық па, біз как будто дұрыс жүрмей жатырмыз. Енді ары қарай уже көрмей тұр ғой. Непонятно, неизвестно. Хотя неизвестноға белгісіздік дейміз ғой. Белгісіздікке жолға шыққан кезде үлкен рост та болады, үлкен өзгерістер де болады. Бүкіл әлемнің жаңағы бақытты моменттерінің барлығы негізі сол белгісіздікке жол тартқан кезде. Не үшін олай болады деп ойлайсыз жаңағы? Себебі менің ойымша ол Аллахқа доверие да. Мысалы, ана жерде мен көрмей тұрмын, қараңғы. Мына жақта маған ұнамайды. И мен тәуекел еттім да. Аллахым, саған тәуекел. Мен мына белгісіздікке барам. Мен өзгергім келеді, мен басқаша өмір сүргім келеді, мен бақытты болғым келеді. Ал адам бұл өмірге не үшін келді? Бақытты болу үшін келді. Оның жалпы айтады ғой, әр адамның жұмысы ол жәннатта ғана бақытты болмаймыз ба? Қазір қиналып өмір сүрмейміз ба? Вот, адамдар сөйтіп ойлайды да, бұл өмір әшейін қандай еді мынау? Уақытша сынақ берілген уақытша өмір деп. Бірақ сені бұл әлемге не просто так жіберді, бақытты болу үшін жіберді, өзің өсу үшін, реализация үшін жіберді. Себебі бұл жерде біз
бала кезден өсеміз ғой, садикқа барамыз, мектепке барамыз, бәрін үйренеміз. Біз только развитие тоқтады ма? Ойла, адамда болды, өмір жоқ, дальше өмір жоқ. Тіпті айтады ғой, ағаштарда бір-бірімен жарысып өседі екен. Мысалы, күнге біреу бүйтіп ұзын болып оны жауып қалса, ол да бойын өсіреді екен, чтобы күнге жарысу үшін. То есть ойлаңызшы, егер олар жарыспаса, болды, өлді, өмір тоқтады. То есть развитие жоқ. Сондықтан жалпы біз бұл өмірге өсіп даму үшін келдік. Ешкімді ойламай, елдің сөзін ойламай, спасатель болмай, біреуді кінәламай, осуждать етпей, оның барлығы вообще бізге қатысы да жоқ негізі. Енді қазір сіздің сөзіңізді қарап отырмын да, сіз өміріңізде зорлық деген нәрсеге қатты акцент қоймағансыз. Вот сізді алып шыққан нәрсе сол сияқты. Потому что ол бір өту керек өмірдегі бір сынақ болды. Яғни трагедия үлкен жасамадыңыз. Оның плюсы да бар, минусы да бар, Плюсы то, что сізді алып шықты, минусы сіз ол адамды жазалаған жоқсыз. Былай айтқанда, ол өзі айтылған да жоқ, жазасын да алған жоқ. И ол адам мүмкін сізден кейін тағы бір 10 қыз зорлаған шығар, 30 қыз зорлаған шығар, яғни плюс жағы да минус жағы да осы болып тұр да. Яғни біз кейде даем разрешать өзіміздің бездействиемізбен ол адамға даем разрешать тағы да жаса бар. Мен үндемедім, тағы барып біреуді зорла деген сияқты. Тағы барып біреуге тиіс. Мысалға мен де білмеймін, 7-ші класста маған тиіскен жаңағы бала, ол хотя да мен зорлаған жоқ, тиіскен жоқ, ойлауы мүмкін да, бірақ ол ертең тағы бір қыз іздеп жүреді мен сияқты. Уже ертең басқаша жерге апаруы мүмкін да. Мына жерде Арайды зорлағым келді, бірақ оның қасында бір адам өтіп кетті могилада. Келесі могилаға бармаймын. Келесі басқа жаққа апарамын. Получается, мен оны айтып именно мына адам деп түстемегеннен кейін, мен ол адамға не істедім, разрешение бердім. Келесіде оны жаса деген сияқты. Яғни кейбір қыздарда мы даем так разрешение, да, мысалы сіздің случайда сондай да, үндемей қою. Иә, себебі опять же қыздар қорқады. Ал енді оны қорықпас үшін неден басталу керек? Отбасыдағы әңгімеден, осындай ашық сөздерден, осындай ашық подкасттардан. Хотя бы көріңіздер тегін подкасттарды, что это нормально, даже қыздарға бұл нәрселер көбірек айтыла беру керек сияқты. Білмеймін, мама папасы айтпаса да, қыздар өздері көрген кезде олардың санасында жүреді, что это нормально. И ол нәрсе бір күлкен бір трагедия емес, сенімен болса да шешетін жол бар. Не болмаса жеткізбейтін де жол бар. Ең күшті жол жеткізбейтін жол, что сен одан да үлкен құндылықтарың бар деген нәрсе ше. И мынандай нәрсе қазір бізде примерно подкастты қорытындылап, қазіргі Жан ханымның бұрынғы Жан ханымға не айтатын еді? Жан қызға дейінші, қазір Жан ханым болып отырса, Балжан Таңатар да, ал бұрын 17 жасар қыз зорлап кетті. Не айтатын еді? Негізі ол подсознательно бәрін дұрыс жасаған. Жаңағындай өзін таңдау. Давайте, былай емес. Ақылды қоспаймыз, былай айтайықшы. Просто қандай поддержка беретін едіңіз? Біз именно сондай қыздар көріп отыр ғой. И просто сіз аласыз да, жай ғана 17 жаста зорлап кеткен, үйіне жылап барған жанға қазіргі Жан не айтатын еді? Неден бастау керек, не істеу керек, қалай шығу керек? Жылап бара жатыр да, шыңғыртып зорлады, температурамен бара жатыр ол үйіне. Қандай поддержка керек оған? Не істеу керек? Не беретін еді? Қазір не айтқыңыз келеді сол жанға? Білмеймін, реально. Или тогда вы что хотели, что ждали? Сол жанға не айтар едіңіз қазір? Жылап бара жатқан жанға, дірілдеп отырған жанға не айтар едіңіз? Не істеу керек ол бірінші, неден бастау керек? Мамаңа айт деп па? Да. Мамаңа айт десем, мен қазір өзім триггерить отырмын да, уже. Қорықпа, мамаңа айт бар. Мамаңа айт. Я, бірақ. Блин, мына жерді кесіп тастау керек, потому что мен жыным ұстап тұр уже, честно. Потому что егер мен оған мамаңа айт десем, окей, мамаңа айт дедік, ал мамасы оған ұрысты, ал дальше что? Қала берсін, мына жер нормально, бізде осындай подкаст болу керек. Мамасы дальше ұрысты. Сіз содан кейін де, Жан, көрдің ба, мамаңа айттың, ұрысты. Енді келесі шақ бар бізде, өзіміз деген. Ол көру керек, ода андай нәрсе болмау керек, көрмей қалдым деген нәрсе болмау керек да. Сізде мамаңа айт, ұрысты ма? Ұрысты. Может, мамасы поддержка да беретін шығар. Может, мама жылайтын шығар. Бір күн ұрсады, екінші күн жылап сұрайтын шығар. Андайша. Но айтасыз, айналаның барлығы саған көмектесуге дайын. Сен бүкіл әлемге керексің, сен первую очередь маған керексің.
түсінесіз ба, жаңағы жан Мгм. андай да, ол сізде қазір айтпағаннан кейін өкініш болып жатыр, и сіз қазір шешіп жатырсыз да, айтты ал ұрысты, не болды деген сияқты, сондай қыздар бар ғой деп. Может ол бір күн ұрсады да, Вот екінші маған күн мысалы даже кеше біз екеуміз осы подкастты ақылдасып отқан кезде момент болды ғой, что типа негізі Жан ханым, қыздарға мамаларыңа айтыңдар, бірінші очередь мамаларыңа айтыңдар, потом жаловаться етіңдер деген нәрсені айтқан кезде мен реально триггериться еттім да, блин, ее все равно не поймут деген нәрсе болды да менде іштей. потому что айтпадыңыз ғой. Ее не поймут. И как бы и мен даже не знаю, честно, мен өзім оны проживать етпегеннен кейін мен қазір даже ол картинаны көре алмай тұрмын. Айтқан кезде не болды дальше, не болады, қалай болады. И мен сол үшін мен қазір даже ештеңе айта алмаймын да. Типа Жарайды, 17 жасар жанға бірінші мамаң айт дейсіз. Ол айтты, ол ұрысты дейік, жарайды. Сіздің сценарий бойынша ол ұрысты. Сосын не істейді жанға тағында поддержка береді. Вот енді қараңыз, менде мынандай картина отыр. Ол әрине ашуланады, ренжиді. Ода екі выбор бар, жаңағы біз айтып жатқан секілді. Ол либо барып мамасына ашуланып, бүкіл әлемге ренжіп, бәріне ренжіп, ол жаңағы асылып өлуі мүмкін. Ол Сізде сондай ой болды жардан ма? секіруі мүмкін. Сізде сондай Иә, ой болды? менде енді суицид жасау деген нәрсе болатын арасында моменттер. Либо мен секілді сол кездегі просто, блин, я хочу жить, как можно дальше развиваться деген секілді ой болады да. Екі түрлі. В общем, мына жерде андай ғой, темір әйел деген нәрсе жоқ, темір адам деген нәрсе жоқ. Все думают, суицидті ойлайды, и это нормальный нәрсе. Арасында әлсіз болу нормальный нәрсе, но сенде всегда выбор бар екенін көрсету. Саған да жанда выбор болды. Асылып өле салу, не болмаса ары қарай даму. Любой момент асылып өле саласың. Любой момент жібіңді алды кете бер. Ну давай бір нәрсе жасап көресің да. Сосын барып асыласың. Вот, мне кажется, менде өзімде сондай small talk болды да. Иә. Андай өзіңмен әңгімелесу, өзіңмен сөйлесу. Себебі жалпы осы күнге дейін өзіммен сөйлесемін ғой, өзіме сұрақтар қоямын. Сен не қалайсың? Шкапора мықты деген ғой сұрақ сізде. болды да менде. Қайта, сен не қалайсың? Сен қалап тұрған жоқсың ғой барып өле салуды. Давай, окей, мамаға да айтпай ақ қояйық, окей, ешкімге де айтпай ақ қояйық. А дальше не істейміз? Оқимыз, диплом алып шығамыз, жұмыс жасаймыз деген андай іштен жауаптар шығады да, девочканың ше, мындай ішкі баланың жауаптары. То есть сондай ғана картинаны бердіңіз. Мен сізді білемін, иә. сіз всегда картинамен жүресіз. Иә. Даже менің өмірімде қандай моменттер болса да, а давай елестетіп көреміз деген сияқты айтасыз да. И сізді сол нәрсе алып шықты. Қазіргі жан бұрынғы жанға сол нәрсесін қайтала деп айтатын еді. Сондай нәрсе болса, қайтала, картинаңды Иә, көрші, болашағыңды көрші. То есть, иә, мысалы сол кездегі жан болса, мен барып ни в коем случае бірінші вариантты ойлама. Кеттік. Ары қарай не істей аласың, не істегің келеді, қандай арманың бар, қалай өмір сүргің келеді, соны ойлайық. Деп Жан ханым алып шықты. И сол советті әлі де айтады. И соны әлі айтамын, иә. Негізі по идее қазір осы подкасттан келесі подкастқа идея шыққан сияқты. Мамамен әңгіме деген нәрсе, мамаға ашылу деген нәрсе, отбасыдағы ашылу деген нәрсе. Кітапта да оқып жатқан кезде поговори со мной, мама деген бөлім болды да. Негізі әр қыз бала ішінде сондай желание тұрады. Мен анашыммен сөйлесші. Давайте бұл подкастты келесіге қалдырайық, потому что бұл жерде менде де біраз боль бар жетеді. Потому что әркім тағдыр әртүрлі ғой. Например, сізде может үйдің үлкені болғаннан кейін болса, менде мысалға екінші қыз болғаннан кейін, например, қыз деп тастап жүрген кездер болды. И сен ондай моменттер, это больный тақырыптар, келесіде ол ашылу керек. Бүгін біз именно зорланған, зорлық көрген, не болмаса бір өмірінде бір қандай да бір ауыр этаптан жүрген қыздарға какой-то мер өзіміздің бір әңгімемізді айттық дейікші. Бұл жерде бір ақыл айту емес, бір өзіміздікін проживать етіп бөлістік. И түсіндіретін болсақ, что темір адам, чудо деген нәрсе жоқ. Всегда адамда қайғыруға да уақыт болады, жылауға да уақыт болады. И келесі таңда өсу деген, тастамау деген нәрсе де болады. Мен солай қорытындылағым келіп тұр. Сіз қалай қорытындылағыңыз келіп тұр? Вот мысалы, әртүрлі эмоция бар деген. Мысалы, қазірде де менде эмоция шығып жатыр да. Вроде бы я такая прокачанная, проработанная, крутая деп ойлаймын өзімді, но в моменте менде де іштей қырсықтық пайда болады. Вот мен қазір мысалы қырсығып қалдым да, и это нормально. То есть адамсың ғой, адамбыз да. Сондықтан да қыздар
жанагы кеңес сурап жазып жатыр маған дайректте. Осы подкастты караңыздар, сиздерде прям иштей бир опора пайда болот деп сенем. Себеби мен жалгыз эмес экенмин деген ой болот да ичте. Мен де осылай өзгере алат экенмин, эгер мен дурус жолду таңдасам, эгер мен өзүмдү таңдасам деген иштей сиздерде ой пайда болот деген үлкен сенімім бар осы подкасттан кейін. Жалпы Жан ханым, бул неге сиздин идея ғой, сиздин ниеттен чыккан нерсе. И бул көп естилүү керек тақырыптар айтылды да. Али да ашамыз. Мындай кыздарга, просто жас кыздарга болсун бир 3 ауызбен кеңес берип битире салайыкчы. Сиздин не болгонун сиз соңун кордонулап сөйтүп битириңиз, Негизи мен сол кезде жанагы 17 жастагы жан болса, бирөөмен сүйлөшкүм келген катты. Бирөөгө айткым келген, бирөөдүн ыйыгына басымды коюп жылагым келген, актарылгым келген. И ол ар түрлүү жасымда кайталанатын. 20 жашта, 25 жашымда, 2 кызымды босанган кезде де. Сондықтан да кыздарга сырттан корган издемеңдер деп айткым келет. Себеби сен өзүңө өзүң коргансың. Өзүңдү мен сени алып чыгам. Маған сенші депші, бір өзіңе іштегі, мысалы. Мен әлі күнге сөйтіп сөйлесем өзіммен. Жан, мен сені алып шығам. Мен сені қатты жақсы көрем. Мен сені ешкімге ренжітпеймін. Міне бір істі бастадық па, до конца алып шығамыз. Потому что мы крутые, мы молодцы деген секілді. То есть всегда қыздар бірінші қорғанды өзіңнің ішіңнен ал. Ішіңнен тап. Өзіңе өзің қорған бол, өзіңе өзің жаңағындай сөз бер. Өзіңді жақсы көр. И мына бүгінгі подкаст ең бірінші негізі мен өзімнің қалауым мен үшін болып жатыр. Себебі бұл тақырыптың артында көп қыздарға негізі осындай себепкер болғым келеді. Көп нәрсені айтқым келеді. Айтарым әлі көп. Әйелдің үні әлі бітпейді, әйелдің үні жалғасады деп бітірейік. Иә. Әйелдің үні жалғасады. Бай-бай.